Ассалаумағалейкум достар, ютуберке жол 9-шы бөлімге қош келдіңдер. Және де бүгінгі видеоның тақырыбына көріп тұрғандарындай, мен Фамашатым боламын. Бұл легендарный сәтті барлығы күтті. Ал ендеше біз көп созбай видеомызды бастаймыз. Егер де менімен бір ойнағыларын кесе описанияда тұрған ссылка өтіп, блогерашаны жүктеп алып, Владимир серверін таңдап, сені ойынға кім шақырды деген жерге Духа YouTube деп жазатын болсаң, саған өте кереметтей бонус беретін болады. Және де мені Ханов Ревенж деген семейме кір. Егер де кіретін болсаң, саған 3-ші ранг тегін беріледі, және де доступты тегін береді. Достар, мұнда мен алдыңғы бөлімде сатып алған Dodge Challenger'ды арзан ақшаға, сатып жатырмын. 1.400.000, бұл тоже арзан ақша деп ойлаймын. Себебі мен бұны 1.250.000-ға сатып алған болатынмын. Енді спорт нитросын бәрін өзім қойдым. Сонда да Фамашуға ақша керек болғасын сатуға тура келді. Так, рахметін айтамыз, біз ары қарай кеттік. Достар, мұнда Микос, яғни подушықта менімен бірге Алаш семьясында болған бала, маған көмек қолын созып жатыр. Яғни маған 1 миллион осылай маған машиналарын госқа сливать етіп, жалғыз дегенде жар көліктердің барлығын сатып, госқа сливать етіп, маған ақшасын беріп жатыр. Міне көріп тұрғандарыңызда осы көк приораны сатып жатыр. Менің қалтамда қазір 2 миллион, маған әлі 1 миллион керек Фамашуға. Әйтпесе былай 2 рет қадап тастадым, ақшаны қадап тастадым дегенде мені Фамаға скамить етіп кетті. Солай менде вообще ақша жоқ болды. Достар, мына приораны сатып жатыр. Мен мұнда Golf деген көлікті кейс помжадан 2 машина түсіріп алған болатынмын. Енді сол біріншінен Golf түскен болатын. Енді мен оны қазір госқа сливать етіп, ақша жинайтын боламын. Так, қазір біз sell car деп жазамыз. И бізге плюс 70.000 рубль. Біздің қалтамызда 2.100.000 рубль бар. Ендігі кезек приорада. Енді мына жақта тоже бір приора бар. Оны, Микос сатқалы жатыр. И осы машиналарын сатып, тағы да бір 4 көліктерін сатып, госқа сливать етіп, содан кейін маған ақшасын бергелі жатыр. От души саған Микос бүгінгі видеоны көріп отырсаң, от души саған зам берем. Даже бұйырса Алла қаласа главный замнан тексерем, барлығында замдарды есе өтетін болсаңдар, сендерді главный зам қылғатын боламын. Так что МЧС деп жазып жатырмын. Кешке, так, басамыз приораны. Так, шығарамыз. Так, істемей қалды. Демек, бұл приора әлі басқа жақта. Так, парковканы сбросить етеміз. Так, басамыз, әлі істемей тұр. Бұл приора қай жерде парковать етілген, өз бәрі таппай қалдық қой. Немен ескені арт жағында өдеймін. Вот он. Міне, достар, мына жерде осы приораны біз қазір машинаны, мен сатқалы жатырмын. Бұны әрине сатылмайтын болса, бұны госқа сливать ете салам. Так что біз ары қарай буға қарай кеттік. Достар, бізде авториянға келдік. Ендікі авториянға кіреміз да мынаны сатамыз. Если бұл сатылмайтын болса, госқа сливать ете саламыз, себебі бұл сатылмайтын көлік. Достар, мына жақта маған видео қосты. Не дейткен, мен жаңағы приораны госқа сливать ете салдым, потому что бұл вообще сатылмай қалды. И видео қосылып тұр. Менің қалтамда қазір 2.200.000 и 111-222 деген номер жақтары бар. И бізге Микос 800.000 рубль берді. От души бүгінгі видеоны көріп отырсаң, алдыңғы видеоларда да маған подписчиктерім подарка берген болатын. Микос деген бала мен үшін осы Владимирға кеп тұр екен, басқа подписчиктерім сияқты. Енді рукасын алып қоямыз, қолын алып қаламыз и кеттік. И достар, бізде осы долгожданный кез. И достар, жаңа Фамашқан балдармен, Бусаева қарай келіп едік. Бір дом госта тұр екен, сразу словить етіп алдық, 150.000 рубльға. Енді қазір бұны Фамаға территорияға заспамить етіп қоямыз и улучшить етеміз. Бізге далаға шығып тұру керек екен ғой. Подъездға шығамыз. В общем, қазір бұл домды улучшить ететін боламыз. Менің қалтамда 155.000 рубль. Қайдан таптым десеңдер, жаңағы подписчиктерім менің Фамамдағы балдардың барлығы, замдардың барлығы ақша беріп жатқан. Все, 2-ші уровенді қойдық, 3-ші уровен қойдық, енді 4-ші уровен и 5-ші уровенға бізге ақша жетпейді. Қазір қайттан көрейік. Так, істемейді. Бізде ақша жетпей қалды. Енді жарайды, басқа ештеңе етпес. И мұнда
балдар толып жатыр. Вип чатқа жазғанбыз ғой, духа фамашты деп, бәрі толып кеткен. Мында Егор Або деген, короче, скам болып шықты, скамның баласы болып шықты. Себебін айтқанда, маған машина подать етем, зам бересің ба деген сияқты анау сөйледі да, и сразу немес деп скам теткісі келді, но мен оны фамадан шығарып тастадым. И достар, мында, короче, домның оплатасын төлеп тастадым, бірақ бізге қазір банкқа ақша салу керек, мен оны вообще ұмытып кеткем. Короче, так, положить на банк, другая сумма, так, ойбай қу қалдым. Так, 10 000 рубль салып жіберіппіз байқауста, тағы, так, қайттан саламыз, и 50 000 рубль салайық, жолда жеткілікті. И все. Ендігі кезек біз домды арендасын төлейтін боламыз, яғни квартираның арендасын төлейтін боламыз. Достар, автопаркқа срочно ақша керек болып жатыр. Складқа кім қанша ақша салады, до конца салып жүріңдер, тапит етіп салыңдар. Даже 1 миллиардтан салсаңдар да бәрібір сала беріңдер. Мында, короче, заплатить за дом. Так, салдық. И бізге 11 күнге төледік. И сонда бізде 21 күнге общий төленді ғой. И достар, короче, мне жаңағы айтқан скамер осы, Егор Або деген. Мне қараңыздар, мне лақтырам. Машина 9-ка, мне көрдіңіздер ма? Қарап тұрыңдар, не найдено имущество, которым вы владеете деген. Короче, мен айдап тұрған көлігімді, типа, вообще алынбай тұр деген сөзі, машина қайттан береміз. Ол бала, короче, ойлаған, осы машина прокатқа алғаннан кейін бет сөйлеп тұр да, типа, что менде мен машинам қайттан беріледі, сосын прокаттан алын қалады деген сияқты ойлаған, и олай болмай шықты. Өкінішке орай, бұл баланың скамы іске аспай қалды. Міне көріп тұрғандарыңызда жанымда Амир деген бала бар, ол до конца бәрін қарап отыр, менімен бірге до конца барды. И достар, бүгінгі видеоны соңына дейін қарағандарына рахмет, от души, ендеше сау саламат болыңыздар, пока-пока, чау.